Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы алтын адам. Сабақтың мақсаты тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну және нақты ақпаратты анықтау, ресми стильдің тілдік ерекшеліктер мен талаптарын дұрыс қолдана отырып хабарландыру жазу, сілтеу есімдіктерін жазба, ауызша жұмыстарда орынды қолдану. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбын болжау мақсатында мына сұраққа жауап береміз. Мына сурет таныс па? Ол туралы не білесің? Қазақстан жерінен осындай мұраның нешеуі табылған? Бұл қай заманның ескерткіші? Ребята, ответьте на вопросы. Знакомо ли вам это изображение? Что вы знаете об этом? Сколько таких памятников наследия найдено на земле Казахстана? К какому времени относится это памятник? Бүгінгі сабақтағы жаңа сөздермен таныс болайық. Әшекей, украшение. Бедерленген, рельефное, с орнаментом, узором. Құйма алтын, литое золото. Құмыра, кувшин. Алқа, ожерелье. Жаңа сөздерді сөздік дәптерге аудармасымен жазып аламыз. Үшінші тапсырма. Тыңдалым. Мәтінді мұқият тыңдаймыз. Ежелгі көшпелілердің өнері мен мәдениетінде алтыннан түйін түйу, қола құйма әдістері ең жоғары жетістікке жетті. Оған археологиялық қазбалардан табылған асыл заттар куә. Соның бірі Украин археологтары тапқан скиф қорғанынан әртүрлі алтын әшекей заттары. Заттар Толстая могила қорғанынан шыққан. Оның ішіндегі ең құндысы пектораль алқа. Пектораль алқа өте нақышты, нәзік, соғылған әшекей. Ол скифтердің ғарыштық ой жүйесін бейнелейді. Алтын әшекейдің төменгі бөлігінде о дүние, өлім табиғаты бедерленген, ал жоғарғы жағында адамдар өмірінен сыр шертеді. Екінші бір айта кетерлік дүние Қырымдағы Күлоба қорғанынан табылған алтын құмыра. Саф алтыннан, күмістен құтылар жасалған. Құмырада скиф жауынгерлерінің бейнесі бедерленіп өрнектелген. Бүкіл Еуразияның байтақ даласын күн шуақты, алтыны аң тәсілді өнімдермен көмкерген сақтар кейінгі ұрпағы мақтанарлықтай өлмес мұра қалдырды. Соның бірі әлемді елең еткізген бір тума ескерткіш есік қорғанынан табылған алтын адам. Обада жерленген мәйіттің басынан аяғына дейін алтынмен апталған. Киім киісіне қарағанда, оның патша сарайының мүшесі не тайпаның көсемі екені байқалады. Алтын адамның киімі әлемде теңдесі жоқ, адамзат тарихындағы ғажайып өнер туындысы. Қазіргі таңда Қазақстан жерінен 7 алтын адамның табылуы әлемдік сенсация. Ол бұйымдардың жасалу технологиясы әзірге құпия күйінде қалып отыр. Бұлар құнды археологиялық олжа ғана емес, көшпелілердің жоғарғы мәдениеті мен тарихының белгісі. Бұл мұра ұлттық тарих пен мәдениеттің алтын тұғыры. Сақтардың Қазақстан аумағында ғана емес, Еуразия құрлығындағы ең көне мемлекеттердің жәдігерлері. Шілікті даласында зерттелді. Ұзын саны 200-ден астам сақ үйсін мәдениетінің ескерткіштері табылған. Бұл жазықта сақ патшаларының 40-тан астам обасы бар. Соңғы кезде 3 ірі патшаның обасы зерттелді. Бәйгетөбе деп аталатын обадан алтын киіммен жерленген ертедегі сақ патшасының мүрдесі ашылды. Оба ерте заманда тоналып кеткен екен. Тоналғаннан қалған алтын күймелер, қаптырма әшекейлер мен зергерлік бұйымдар саны 4000-нан асады. Мәтін мазмұнын ашатын сұрақтарға жауап берейік балалар енді. Мәтінде не туралы айтылады? Қазақстан жерінен неше алтын адам табылған? Әлемге белгілі алтын адам қай жерден табылған? Екінші тапсырма. Мәтін мазмұнын негізінде сөйлемдерді толықтырып жазыңдар. Заттар Толстая могила. Бұл сөйлемдерді мәтіндегі іздеп тауып, сөйлемдерді толықтап, аяқтап, дәптерімізге жазамыз.
Оқылым, айтылым тапсырмаларына байланысты дескриптор кестесі. Мәтінмен жұмыс. Мәтінді мұқият тыңдайды. Мәтінде не туралы айтылады? Қазақстан жерінен неше алтын адам табылған? 1 балл. Әлемге белгілі алтын адам қай жерден табылған? 1 балл. Жазылым, айтылым тапсырмасына байланысты дескриптор кестесі. Мәтін мазмұнының негізінде сөйлемдерді толықтырып жазады. 1 балл. Бірінші сөйлем, екінші сөйлемді толықтырып жазады. 1 балл. Үшінші, төртінші сөйлемдерді толықтырып жазады. 1 балл. Мәтін мазмұнының негізінде сөйлемдерді қатесіз жазады. 1 балл. Енді еске түсірейік. Есімдік. Есімдік зат есім, сын есім және сан есімнің орнына қолданылатын сөз табы. Орынбасар сөз деп те аталады. Местоимение – самостоятельная часть речи, которая указывает на предметы, признаки, количество, но не называет их. Есімдіктің мағыналарына қарай топтарын білеміз. Жіктеу есімдігі, сілтеу есімдігі, сұрау есімдігі, өздік, белгісіздік, болымсыздық және жалпылау есімдіктері. Өткен сабақта біз сілтеу есімдігі туралы таныс болғанбыз. Сілтеу есімдігінің ережесін еске түсірейік. Мегзеу, нұсқау, көрсету мағыналарын білдіретін есімдіктің түрін сілтеу есімдігі деп айтамыз. Мысалы, бұл, сол, ол, әне, міне, мынау, мына, осы, осынау, ана, анау, сонау, тағы басқалары. Мысалдар: осы маңайда мал жайылымы бар. Бұл жарыста біз жеңімпаз. Мына көк қақпа құрмаш үйінің қақпасы. Бұл сөйлемдерде осы, бұл, мына деген есімдіктер сілтеу есімдігі болады. Төртінші тапсырманы орындаймыз. Мәтіннен қою қаріппен жазылған сөздердің аудармасын жазыңдар. Используя словарь, переведите и запишите в тетрадь выделенные слова из текста. Ізденуге арналған сұрақтар. Мәтіннен сілтеу есімдіктерін теріп жазуымыз керек. Выпишите указательные местоимения с текста. Мәтінді оқу барысында не білдім? Бөліктің оң жағына сабақта білдім, алтын адам туралы. Бөліктің сол жағына не білдім? Есік қорғаннан табылғанын білдім. Осылайша мәтінді пайдалана отырып, сабақта не алғандарыңды толықтырып, торкөздерге түсіріп жазамыз. Жазылым, айтылым тапсырмасына байланысты дескриптор кестесі. Мәтіннен қою қаріппен жазылған сөздердің аудармасын жазады. 1 балл. Мәтіннен сілтеу есімдіктерін теріп жазады. 1 балл. Бөліктің оң жағын толтырады. 1 балл. Бөліктің сол жағын толтырады. 1 балл. Балалар, тапсырмаларды орындап болсақ, ой қортайық. Яғни сабағымызды қорытындылайық. Осы бүгінгі сабақта маған не қызықты болды? Бұл қандай қиындық туғызды? Осы мені ойландырды. Осы сұрақтарға көп нүктенің орнына өз ойларыңды жазамыз. Үйге тапсырма. 89-ші беттегі екінші тапсырманы жазбаша орындау. Дерек көздерден алтын адам туралы ақпарат тауып, мәліметтер жинау, қысқаша хабарландыру жазу. Мұқият тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңдар балалар.